жасымыр тасып жатқан шағында, кемерінен шалықтап асып жатқан шағында, ойын ойнап ән салмай өсер бала болар ма? Күндіз күлкі көрмей ол кемеліне толар ма? Ай гөлек, ау ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай толған кезінде билеймін дөңгелек. Ай гөлек, ау ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай толған кезінде билеймін дөңгелек. Ай гөлек, ау ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай толған кезінде билеймін дөңгелек. Асыл сөздің ұстасы ақын болар ұрпақпыз, өнер білім еңбекке жақын болар ұрпақпыз, он саусағы майысқан шебер болар ұрпақпыз, тұла бойы толған бір өнер болар ұрпақпыз. Ай гөлек, ау ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай толған кезінде билеймін дөңгелек. Ай гөлек, ау ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай толған кезінде билеймін дөңгелек. Ай гөлек, ау ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай толған кезінде билеймін дөңгелек. Ай гөлек, ау ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай толған кезінде билеймін дөңгелек. Айгүлікті оқимыз, біз әрқашан дайындалып. Бәрі Жарық жұлдыз асыларған, журнал болып шықтың көңілді толтырған. Бала жүрекке бақыт қуаныш бердің, оқырманның досы боп сен алға жүрдің. 25 жыл бойы бірге жүріп, талантты ұрпақтарға қанат беріп, әр бетіңді білім, өнер, шеберлік, әйгілік сен де бізге мәңгілік естелік, жас ұрпаққа үлгі. мысалы керек заттар автормен кейін айтылды көпір болды ма? Автормен не деген? Қарап отырсың ғой, схема, сіз барып болсаға, енді сабақты тартылы асыма, оқуға ұшта жаңа дейді. Оқу асыма, расында үйде жобасы алды, модератор, оқушылар. Модератор дайындайсың, араларында модератор деген
бастап кеткен уақыт, иә? түсе бастаған. Осы кезде қымбат Әбдина қызы 20 жыл істеген қазақ радиосындағы балалар редакциясы жабылып қалады. Сол кезде ол сонда 3-4 ай үйде отырғанда балалар әлеміне алысталмайтынына көзі жеткен. көрдіңдер ме? Яғни ол ең басты қасиеті журналды ашқан кім екен? Қымбат Әбдина. Қандай кезде ашқан екен? Қиын қыстау кезде. Міне, әсіресе мұғалімдер де басқа да үкіметтің кәдімгі саяси қызметкерлерінің бәрі тастап қашып, бәрі саудаға кеткен уақыт. Көрдің бе? Дорбай қалаған уақыт. Елде қымбатшылық. Бірін сөйлейін деп тұр ғой. Міне, не дейді? Сұрақты қайтыңызшы. Қалай ойлайсыз? Не туралы айтуы мүмкін дейді, солай ма? Яғни ал мына жерде міне бұрыш, осы бұрышта міне айтайықшы. Кім мынау? Ал өлеңді айтып тұршы, мына жерде қандай өлең? Кел оқығандар көңілге ықыласпен оқылып, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жалалар, тілегеннің алдына іздемей-ақ табылар. қиын болғаны деп айтты. Өлең шығады, иә? Ал саған есіңе түскені не? Үйден оқыған орын бұқсы жаттаған, иә? Яғни қызығып соған жаттап алған, есіме түскен. Жақсы, мынандай білімді ұрпақтарға не істейміз? Қол шапалақтаймыз, жасынмен бақылаймыз, отыра қойыңдар. Жылдар бойы жарық сөйлейді. Балаларға берген білігін, жүректерге сыйлар әдемі үміт. Қалай жылдар өтті уақыт зымырап. Сенің қарақтарында ертегілер жазылып. Кітапханаға. Қай кітапханаға бардыңдар? Мектептің кітапханасына. Мынау мектептің кітапханасына ма? Иә, сыныпта кітапхана, иә? Біздер кітапханаға не сыйлап жатыр? Кітап сыйлап жатыр. Қол қойып жатыр, иә? Яғни жылда кітапханаға кітап сыйлаймыз екен. Салтанат апай бізге естен екен риза болады екен. Біз Салтанат апайға не айтамыз? Рахмет айтамыз.